Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз бүгін Жамбыл ауданы Үмбетәлі ауылының тұрғыны тыл ардагері Шайымхан Ақшаева апаның отбасындамыз. Қайырлы таң, апа. Біздің алғашқы сұрағымыз, сіздің әкеңіз Ақша ата 1928 жылы репрессияға ұшырап кеткен екен. Енді осы жайлы өзімізден білсек. Бірінші 26 жыл ғой, кәмпескілес. Онда 28 жыл кәмпескіленді. Мал үшін. Малы көп деп. Байсын деп. Байсын деп. Одан 2 жылға соттады. Малын алды. Соң 30 жылы келді. 30 жыл қайтыс болды. Серектас деген жерде болған. Одан бері жағында Сарбастау деген жерде болған. Сол Сарбастау деген жерге көшіп келгенде кәмпескілеп сол жерге көшіп келді. Сосын алып кетті әкемді. Менен кейін бір бала болды, ұл бала. Ол бала қайтыс болып кетті 2 жасында. Менде шешем екеуміз ғана қалдық. Соны мен бұрын Жандосов дейтін тарағында сол Жандосовқа келіп орналастық. Сол жерде болдық. Сіздің жарыңыз Қасабек ата отан соғысына қатысқан. Ол кісі қанша жасында, қай жылы соғысқа аттанды, қай жерлерде болды, осыны айтып берсеңіз. Соғысқа кетті 42 жылы. 46 жыл келді. Сол бухгалтерлігін істеді. Кейін малға шығып кеттік 55 жылы. Ол кісі мал бақты, мен дәрігер болдым. 76 жыл қайтыс болды. Соға шейін бірге болдық қой. 2 қыз бір ұлым бар. Үлкен қызымның 7 немерем бар. Ортаншы қызымнан 2 немерем бар. Мына қолымдағы ұл баламнан 2 немерем бар. Майданға 2 туысым кетті. Біреу шалымның інісі, біреу өзімнің бауырым. Бауырым жаңағы 25 апрельде қайтыс болды. Кәкіре соғыс бітетінде. Ал енді бауырым Пленген соғысына кеткен. Одан кейін жоқ. Соғыс жылдары сіздер ауылда қалып, майданға еңбек етіп өздеріңіздің кәдімгідей үлестеріңізді қостыңыздар. Сол жылдарды еске алып отырыңызшы? Ол балам әртүрлі жұмыс істедім. Ат тоқымын жер айдадым. Осындай көктемде шалдар мойнына ат дорбасын іліп тұқым себеді. Соны тырмаладым. Тамағымыз ас болды. 500 грамм нан береді. Сол 500 грамм нанды шешем екеуміз жейміз, жаңыл шешем. Сіз асырадыңыз ғой отбасыңызды, сіз бақтыңыз ғой сонда? Аштықты көрдік. Сол 4 жылда соғыстың қыстай қолғап тоқимын. Шешем ереді. Күніне 3 қолғап шығарам, 2 саусақты. Жазды күні мынандай жазда әртүрлі жұмыс істейміз. Егін орамыз, шөп шабамыз. Жаңағы мынандай жазда бір көйлекті жуып түнде жуамыз, күндіз киеміз. Сондай өмір өтті. Енді оны ойласаңыз жылағысы келеді. Көктемде егіс егеміз, сосын майдаймыз. Мынандай шалдарды тұқым себеді. Өгіздің басын жетектейміз, біреу айдайды. Соны жөндеп кірмалаймыз, жаңа бидайды қарға не жемесін деп. Оны күздігіні орамыз қолменен бидайды. Соғыс басылғанда 18-де болдым. Шешемді шаққа тастамай, шешеммен бірге болдым. Шешем 88-де 71 жыл қайтыс болды. Соғыстың біткенін, жеңіс күнінің туғанын сіздер қай жерде жүріп естідіңіздер және қалай қуандыңыздар? 45 жыл бітті ғой соғыс. Таран деген жерде істейдімін, жұмыс істейдімін. Егін сеуіп жүргенбіз майда. Соғыс біткенде қандай қуанды. Соғыс аяқталды, келген ер азаматтар еңбекке араласты. Соғыстан кейін сіз өзіңіз қандай жұмыс істедіңіз? Соғыс біткеннен кейін әр жұмыс істедім. Онан кейін 55 жылдан дәрігер болдым. Соның 30 жыл дәрігер болды, дәрігерден пенсияға бұрақтым. Алдымен ауылдық депутат болдым, сосын райондық депутат болдым. Онан кейін облыстық депутат болдым. Сол 40 жыл жүрмей істедім ғой, 41 жылдан істедім, содан 85 жыл бұрақтым пенсияға. Бүгінгі ұрпақ бейбіт заманда
бір жақсы кезде өмір сүріп жатыр. Қазіргі ұрпаққа айтар тілегіңіз, берер батаңыз бар ма? Бала шаға аман болсын, енді соғыс болмасын, жастардың жасы ұзақ болсын, біздің көргенімізді көрмесін. Шайымхан апа, әңгімеңізге үлкен рахмет. Ортамызда ұзақ жасап, аман есен жүре беріңіз. Құрметті көрермен, сіздер бүгін Үмбетәлі ауылының тұрғыны, тыл ардагері Шайымхан Ақшаева апаның әңгімесіне куә болдыңыздар. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.